Кімнің шабуылына қарсы тұру үшін? Неге рисктен қорқасыз? Шын мәнісінде сіз істеген нәрсе ақша емес. Ары қарай не істейтінімді білмеймін. Қорқамын. Қайтып жиналып жатқан сияқты. Запросыңыз қандай еді? Өмірімде мен тапқым келеді. Таптыңыз ба? Тапқан сияқтымын. Келесі кім болар екен? Кім сөйлегісі келеді? Есім Мейрамбек, жасым 19-да. Мен өзім инфобизнеспен айналысамын. Мен запросым осы сатпаймын, сатуға ешқандай желаниям жоқ та. Сол сатпағанның кесірінен мен қазір минусқа кетіп жатырмын. Минусқа кетіп жатқанымды түсініп тұрмын, біліп тұрмын. Сонда да сатуға ешқандай желания жоқ. Қазір минустамын. Осы әрекетсіздігімнің кесірінен сол минусқа кетіп жатырмын да, сол түсінбей жатырмын. Не үшін әрекетсізбін мен деген сияқты. Сіз қазір әрекеттесіз. Тек танымауыңыз мүмкін әрекеттеріңізді. Қандай сезімде отырсыз? Негізі біз Мейрамбекпен алдында кездескенбіз, иә? Осы Алматыда өткен офлайн топтық терапияда келген болатынсыз. Тіпті одан кейін сол терапиядан шыға салып, бірнеше сағаттардан соң сізде продажа болып жатыр, ақша болып жатыр деген едіңіз. Қайда, не болды ол? Ол айтқаныңыз өтірік болды ма, әлде қазіргі запросыңыз өтірік болып тұр ма? Осыдан 1,5 ай бұрын болды ол. Ол кез сол топтық терапиядан шыққаннан кейін менде уже продажалар түсіп бастады, көп кәдімгідей. И одан кейін 1 айдан кейін уже қайтадан құладым қазір. Қайтадан құладыңыз. Яғни ақша керек дейсіз, бірақ ақша келсе, ақшадан қашасыз. Негізі ақшадан қашып жүрген сияқтымын қазір. Қашып жүрген сияқтысыз. Өзім сөйтіп қабылдаймын. Өткенде топтық терапиядан кейін ақша келе бастады. Есікті аштық. Жақсы. Ол ақшаларды не істедіңіз? Так, ол ақшаларды көбін минусқа жұмсадым сол уақытта. Оған дейінгі беру керек. 50%-дан жоғарын уже минусқа жұмсадым. Қалғандарына өзім. Яғни сіз оған дейін әрекетсіз болып келген, сол жаңа өзіңіз айтқандай, иә? Жақсы. Сосын ары қарай. Одан кейін уже прям әрекетін тоқтады. Ештеңе жасағым келмейді. Болды, ары қарай жата беруге болады дедіңіз ба? Иә, мен солай ойладым, как бер деген минустарды, әкел деген минустарды жауып алдық, енді болды, жата берсек болады. Келесі минусқа дейін жата берсек болады. Вот. Иә. Пока что деген сияқты. Уақыт бар деген. И кейін, Мейрамбек, қазір сіз мына жерден шыққаннан соң тағы ақша келуі мүмкін да? Мүмкін. Сосын келесі минусқа дейін тағы жатасыз ба? Жоқ. Негізі маған өте мықты клиент, байқасаңыздар, иә? Минус пен минустың арасында тапқан ақшасын маған тасып жүреді. Әр болған жобаларыма негізі мықты клиент. Ешқандай мәселесін шешпей, өзгертпей, сізде бәрі жақсы деп жіберсем болады. Жақсы. Келесі минусқа дейін жатпасаңыз, не істейсіз онда? Не керек сізге? Қайда бара жатсыз? Өзімнің мақсаттарыма жұмыс жасаймын қазір. Қандай мақсаттарыма? Ең бірінші Турцияға қазір ниеттеніп отырмын, мақсат қойып. Не үшін? Сол жақтың прям ашық айта берейін. Қарап, прям жаратушының бір жаратқандарын көріп, шүкір етіп жүргім келеді. Ненің жаратқаны? Жаратушының жаратқандарын Турцияға бар, Түркияға. Көріп, шүкір етіп, алғыспен жүргім келеді. Қазір сол мақсатым, мен сол мақсатым үшін жұмыс жасап жатырмын қазір. Неше күнге барасыз сонда ол жақта? 2 аптаға. 2 апта. Жақсы барып келесіз. Түркияға бару ондай қымбат емес, білесіз, иә? Билетін алсаңыз, және ол жақта бутик отельдер көп. Жақсы, 2 аптаға барасыз. Келген соң не істейсіз? Келгеннен кейін мен жоспарлап отырмын негізінде топтық нелер жасауға, обучение жасауға қазір. Прям мастер-класс жасағым келеді. Продажа байланысты. Өміріңіздің мәні
сіз үшін сұрақты айта алмай жатырмын ғой, тіпті жоқ екенін неге мойындағыңыз келмейді? Сізге дейін мына жерде Гүлдана ханым болды, Жанар ханым болды, осы мәселені жан жақты тарқаттық. Соны естіп отқанда, ай, бұның маған қатысы жоқ дедіңіз ба? Жоқ, олай ойлаған жоқпын. Қазір сіз бір сөзбен мен өмірімнің мәнін іздеп жүрмін, не істейтінімді білмеймін деп жатсыз. Қазір не сезіп отырсыз? Қазір қысылып отырмын. Неден? Өзімді өзім танығаннан қазірше, сіз айтқаннан уже ұялып отырмын өз өзімнен. Неге ұяласыз? Неге аласыз? Өзімді алдап жүргенім үшін ұялып отырмын қазір өз өзімнен. Ұят деген нәрсе бұл қорқыныш. Қорқыныштың бір реңкі, оттенкі. Кімнен қорқып тұрсыз? Клиенттеріңізден? Көрермендерден? Шәкірттеріңізден? Ұстаздарыңыздан? Шәкірттерден. Олар не деуі мүмкін? Олар не деуі мүмкін? Мейрамбек осындай ма не деген сияқты ойлау мүмкін деген қорқыныш болып тұр қазір. Яғни осы уақытқа дейін шынайы Мейрамбекті көрсетпей келдіңіз ба сіз? Қандай Мейрамбекті көрсеттіңіз? Қандай Мейрамбек? Өте сенімді, алғыр, үздік, бәрін білетін, ештеңеден қорықпайтын, солай ғой? Камера тұр айналада. Шәкірттеріңізге не айтқыңыз келеді? Вот ұсталып қалдыңыз. Маска шешілді деп айтамыз ғой біз көбіне. Өзіңіз қашып келген, өзіңіз тығып келген көлеңкеңіз. Мен Мейрамбек. Мен Мейрамбек. Өзіммен бүгін таныстым. Шынайы өзімді көрмей келіппін. Шынайы өзімді көрмей келіппін. Ал сіздерге көрсеткен Мейрамбек? Ал сіздерге көрсеткен Мейрамбек? Ол қиялымдағы Мейрамбек. Ол қиялымдағы Мейрамбек. Сол қиялымдағы Мейрамбекке үнемі ұмтылатынмын. Сол қиялымдағы Мейрамбекке үнемі ұмтылатынмын. Сол рөлді ойнайтынмын. Сол рөлді ойнайтынмын. Ол Мейрамбек менің шынайы бейнем емес. Ол Мейрамбек менің шынайы бейнем емес. Ол қиял. Ол қиял. Кімнің қиялынан туған Мейрамбек? Әкеңіздің ба, анаңыздың ба? Анамның. Айтыңыз, ол Мейрамбек? Ол Мейрамбек. Анамның қиялындағы Мейрамбек. Анамның қиялындағы Мейрамбек. Мен анам үшін? Мен анам үшін? Жақсы ұл болғым келеді. Жақсы ұл болғым келеді. Жақсы перзент болғым келеді. Жақсы перзент болғым келеді. Сіздер көріп үйренген Мейрамбекті? Сіздер көріп үйренген Мейрамбекті? Сомдауға тура келді. Сомдауға тура келді. Сол рөлді ойнауға мәжбүр болдым. Сол рөлді ойнауға мәжбүр болдым. Өйткені ол тәсіл. Өйткені ол тәсіл. Анамның махаббатын алуға жалғыз жол. Анамның махаббатын алуға жалғыз жол. Үйдің тұңғышысыз ба? Жоқ, ортаншысымын. Сіздің алдыңызда аға, әпке? Ағам болды. Сізден кейін? Інім, 3 ұлмыз. Маған қайтса болады, өзінің махаббатын жеткізетін. Не деп жеткізетін? Жаным, балапаным, менің жұлдызым деген сияқты көп айтатын. Ағаңызға? Ағама олай көп айтпайтын. Ағаңыз оған ашуланатын беді? Сізді ұратын беді? Ұрмайтын, но бөлек дейтін беді? Бөлек дегенде кішкене білдіретін, өйткені мені жұмсамайтын үйде ешқандай. Вообще негізі жұмыс істемегем, қиын жұмыс істеп көрмегем. Мен жұмсамайтын. Мен ағам жұмсайтын сол үшін. Ағам маған сөйлейтін, типа, неге Мейрамбек жұмсамайсыңдар, маған айта бересіңдер барлық жұмысты деген сияқты. Мен өзімді кінә сезінетін бір. Ай деп. Ініңізге қалай қарады? Ініме жақсы. Түсінікті. Не қалайсыз? Тыныштық қалаймын. Тағы? Кім тыныштық бермей жатыр? Кім ұрлап жатыр тыныштығыңызды? Менің тыныштығымды қазір қалай айтса болады.
Мен қазір сол ата-анам алатын сияқты. Ата-анам алатын сияқты менен тыныштық. Жиі хабарласа ма? Аха, күнде. Аха. Ал мен оны қаламаймын. Не дейді сонда звондап? Жазады. Жазған кезде жұмысың қалай, не істеп, не болып жатыр, сол сұрайтындарын сұрайды да. Тыныштық жақсы. Нені қалайсыз тағы? Нені қалайсыз? Қалауым менің всегда саяхаттап жүруді, топ танымал болуды, өз саламда топ эксперт болуды, және де бай болуды. Түсінікті. Анаңыз неге сізді жақсы көрді, қалай ойлайсыз? Не себеп болды? Басқа ұлдарының қасынан сізді ерекшелеп алған? Ерекшелеп алғаны маған айтатын. Өткенде мен сені туған кезде бізде ешқандай жағдай болған жоқ. Сол үшін мен саған көп нәрсені жегізіп, киіндіріп өсіре алған жоқпын. Сол үшін де мен саған сол бере алмағандарымды немен жеткізгім келеді дейтін. Сөзімен, сезімдермен жеткізгім келеді дейді. Ағаңыз және ініңіз туылғанда ата-анаңыздың жағдайы жақсы болды. Жақсы болған. Ағамның туылған кезде жақсы болған, қазір інім туылған. Түсінікті. Жақсы. Қазіргі өмірде әрекетсіз қалуыңызға не себеп? Не әрекетсіз қалуым? Қараңыз, сатылым болып жатыр, клиенттер болып жатыр, ақша келеді, тоқтап қаласыз. Не себеп? Қандай сылтаулармен тоқтатасыз өзіңізді? Тоқтатам. Бір көп ақша жасап алғаннан кейін сол жұмсап біткенше еш жасамаймын. Полный жұмсап біткен кезде ғана барып қимылдаймын. Но оны нөлден тұру қиын болып қалады маған каждый запускта. Түсінікті. Дайынсыз ба? Кеттік па? Қазір сізді ағаңыз және ініңіз көріп отыр. Және ата-анаңыз көріп отыр. Нұркен аға және Айқын інім. Нұркен аға және Айқын інім. Бүгін мен ішімдегіні ақтарып айтқым келеді. Біз жақынбыз. Бірақ өте алыспыз. Мен сіздерді ести алмаймын. Сіздер мені ести алмайсыздар. Мен ата-анамның шешімімен артығырақ махаббат алып қойған сияқтымын. Және сол үшін өзімді кінәлаймын. Құдайдың шешімімен маған жеңіл жол, жеңіл табыс, ақша таба алатын қабілет, мүмкіндіктерді беріп тұрады. Бұл Құдайдың шешімі. Сол үшін де өзімді кінәлі сезінемін. Мен екеуіңнің алдында кінәлімін. Екеуіңе тиесіліні артық алып қойған сияқтымын. Анамның махаббатын, әкемнің махаббатын, Құдайдың махаббатын. Менің айналамда махаббат көп. Клиенттерім тез келе қояды. Ақшаны тез таба қоямын. Қалағаныма тез жете аламын. Ата-анам да жақсы көреді. Құдайда сұрағанымды береді. Бұның барлығы махаббат. Мен махаббатқа шомылып жүрген адаммын. Бірақ сол өзіме тиесілі махаббаттың барлығын қолдануға сендердің алдарыңда өзімді кінәлі сезінемін. Өзімді тоқтатамын. Бұл менің сендерге деген бауырлық махаббатым. Мен сендер сияқты болсам, сендердің махаббаттарыңды ала аламын деп ойлаймын. Сондықтан маған келгеннің барлығынан бас тартам. Махаббаттан, назардан, ақшадан, клиенттен, тез орындалатын арман мақсаттарымнан. Мұның барлығын сендер үшін жасап жүрмін, бауырларым. Өйткені сендерге деген махаббатымның
жеткізу тәсілін таппадым. Өйткені сендерге Деген махаббатымды жеткізу, басқаша жеткізу тәсілін басқа таппадым. жеткізу тәсілін таба алмадым. Тек қана проблемаға жүгіремін. Тек қана проблемаға жүгіремін. Кішкентай кезіңізде ағаңыз ұрысатын беді, ұратын беді? Жоқ, Ондай болған жоқ. ондай болмаған. Өзімді өзім проблемаға лақтырамын. Өзімді өзім проблемаға лақтырамын. Барлығы жақсы болып тұрғанда Барлығы жақсы болып тұрғанда өзімді тоқтатамын. өзімді тоқтатамын. Сендерден ерекшеленбес үшін. Сендерден ерекшеленбес үшін. Бұл менің сендерге деген махаббатым. Бұл менің сендерге деген махаббатым. Түсінікті. Мамаңызға не айтқыңыз келеді? Мама, менің өз қалауым бар. Айтыңыз, мама. Мама, менің өз қалауым бар. Менің өзімнің Мама, мен сіздің махаббатыңыздан шаршадым. Мен сіздің махаббатыңыздан шаршадым. Сіз мені махаббатыңызбен тұншықтырып жүрсіз. Сіз мені махаббатыңызбен тұншықтырып жүрсіз. Және сол махаббатыңыз үшін ақы сұрайсыз. Және сол махаббатыңыз үшін ақы сұрайсыз. Сіз маған артқан жүк өте көп. Сіз маған артқан жүк өте көп. Соның барлығын ойлаймын. Қайда қашып кетерімді білмеймін. Кімнен көмек сұрарымды білмеймін. Оның бәрін қалай шешерімді білмеймін. Миымда мың түрлі ой жан жақтан шулайды. Тыныштық іздейтінім бұл сіздің алдыңыздағы қарыздардан қашқаным. Сіз маған кішкентайымнан айтасыз. Сенің бауырларыңа қарағанда саған махаббатты көп бердім. Сен маған қарызсың. Сенің бауырларыңа қарағанда сенің қасыңда көп болдым. Сен маған қарызсың. Сен өнерге бару керексің. Өйткені сенің өнерің үшін көп нәрсе жасадым. Сен маған қарызсың деп үнемі айтасыз. Сіздің бүкіл назарыңызды мен солай қабылдаймын. Және алдыңызда өзімді кінәлі сезінемін. Мен сіздің алдыңызда қарызбын. Өмірге әкелгеніңіздің өзіне қарызбын. Таусылмайтын махаббатыңыздың алдында қарызбын. Ақ сүтіңіз үшін қарызбын. Және оған қоса маған артық назар бердіңіз. Артық махаббат, мейірім бердіңіз. Уақытыңызды артығырақ бөлдіңіз. Өнеріме көңіл салып бөлдіңіз. Одан да мені ұрғаныңыз жақсы еді. Ұрсып өсіргеніңіз жақсы еді. Мен соны аңсаймын. Мен сізге өте көп қарызбын. Және сол қарыз өмірімде көрініс тауып жатыр. Мен банкке де қарызбын. Басқа жақтарға да қарызбын. Не істейтінді білмеймін. Мен шаршадым. Сіз маған хабарласқан сайын, халімді сұраған сайын, қарызым еске түседі. Қайда қашып кетерімді білмей жүрмін. Не сезіп тұрсыз? Жиналып жатқан сияқты. Не жиналып жатыр? Мына жақта. Не болып жатыр? Тас емес, бір ауыр дүние. Жиналып жатқан сияқты. Мама. Мен мұның бәрін жұтып келгем. Қазір мойындап тұрмын. Орын беріп тұрмын. Көпшіліктің алдында мойындап тұрмын. Сіздің алдыңызда мойындап тұрмын. Бұл менің құпиям еді. Құпиямды сыртқа шығару маған оңай болған жоқ. Өте ұзақ жолмен жүрдім. Мен сізден қашып жүр екенмін. Яғни өмірден қашып жүрмін.
яғни өмірден қашып Не үшін қашып жүргенімді ұқпадым. не үшін қашып жүргенімді ұқпадым. Бүгін түсіндім. Мен сіздің махаббатыңызды танымаймын. Мен сіздің махаббатыңызды танымаймын. Сіз қазір мені жақсы көрмеңдер. Стоп, тығып қойыңдар бүкіл махаббаттарыңды. Вообще маған жақындамаңдар деп тұрсыз. Иә. Шынымен. Не болып жатыр сізде? Өзімде айтыңызшы, мен махаббатты танымаймын. Мен махаббатты танымаймын. Оны қабылдай алмаймын. Және махаббатты беруді де білмеймін. Махаббат бұл өмір. Мен махаббатты тоқтатқан сайын өмірді тоқтатамын. Ал өмір жоқ жердің барлығында минус, қарыз, әрекетсіздік, қашу, выживание, тірі қалу. Мен махаббатты танымайтынымды мойындаймын. Бүгіннен кейін махаббатты тануға кірісемін. Және дәл осы жерде менің бойымда, өмірімде махаббат айналуына рұқсат етемін. Менің жалғыз міндетім бар. Ол махаббатты ары қарай жалғастыру. Ұрпағыма беру, жан-жарыма беру, клиенттеріме беру, достарыма беру, халыққа беру. Ең бастысы өз проекттеріме, өз қызметіме беру. Бойымдағы қабілеттерге беру, өзіме беру. Проблема, қиындық, қараңғы ғой оның іші. Және сондай адамдар бар. Көлеңкеде жүргенде біздің көлеңкеміз көрінбейді. Жарыққа ұмтыламыз, проявляция еткіміз келеді, танымал болғымыз келеді, проекттер жасағымыз келеді, бай болғымыз келеді, тыныш, жайлы өмір сүргіміз келеді. Бірақ жарыққа шыққанда біздегі бар көлеңке көрініп қалады. Біздің минус тұстарымыз, проблемаларымыз көрініп қалады. Сіз бүгін жарыққа шықтыңыз, құттықтаймын. Және көлеңкелеріңізді, мынау менің көлеңкем деп өзіңізге меншіктедіңіз. Шәкірттеріңізге, бауырларыңызға, ата-анаңызға, жалпы осы жерге келген жандар, сіздер жарыққа шықтыңыздар. Және өз көлеңкелеріңізді мойындадыңыздар. Не сезіп тұрсыз? Бір жеңілдік сезіп тұрмын қазір, уже түсінген сияқты. Запросыңыздың жауабын түсіндіңіз ба? Мәселе Түркияда ма екен? Ол уақытша алдай тұру, проблеманы соза тұру. Түсіндім қазір. Келгеніңізге рахмет. Рахмет сізге де. Эльвира ханым, сізге бүгін өте алғысымды білдірем. Осындай өзімнің көлеңке тұсымды, қайда бара жатқанымды білмегенімді осы уақытқа дейін анықтағаныма сізге көптен көп алғыс айтам. Және қасымызда келген жандарға сіздерге де алғысымды білдіремін. Не алып бара жатырсыз? Мен бұл жерден қалай айтсам болады екен, өзімнің не қалайтынымды, өмірдің мәнін білмеген, өзіме не керек екен, тек сыртқы дауыспен ішкі үнімді естімеген, сырттан. Сіз қазір кетіп бара жатсыз, не үшін? Мен балам 4 айлық еді, 2 сағаттан асып кетті. Балама кетем дейсіз, қызық жағдай, қазір ғана Мейрамбек, мен махаббаттың ары қарай жалғасуына рұқсат етем, мен болашағыма қараймын дегенде, сіздің есіңізге балаңыз түсті дағыны мен кетуім керек деп. Келгеніңізге рахмет, және өз өміріңізге, болашағыңызға бара берсеңіз болады. Мен есімім Алтынай. Қандай запроспен келдіңіз? Сразу айта берейін просто. Сразу айта берейін бе? Запросым көп ақша тапқым келеді, және кішкене қорқыныш бар. Көп ақшадан либо қорқамын, либо рисктен қорқамын. Мына жерде 3 адаммен сөйлестік. Запросыңыздың жауабына жақындадыңыз ба? Жақындадым. Не түсіндіңіз?
түсінгенім жаңа сіз айтып микрофон жатсыз, кімде болса сол жаққа барады. Байқадыңыздар, шыбын да жарыққа шыққысы келіп жатыр. Ол да шаршады. Аха. Не түсіндіңіз? қазіргі сәтте өмірдің мәнін түсіну, өзінің өмірінің біз айтып отырмыз ғой, сыртқа жаңағы ішкі үнімізді естімей, сырт жақтағы басқа елес өзіміздің қиялымызды жасап алғанбыз, сол қиялмен өмір сүріп жүрміз деп айтып жатырмыз. Жаңада көп барлық кейіпкердің оқиғасы негізі кішкене маған ұқсас негізі көбісінде, өйткені көбісі әртіс Алтынай ханым, қазір не болып жатыр сізде? Волнение. Қорыққанда, толқығанда көп сөйлеп кетесіз ба, үнемі? Әдет, иә? Қайдан қалыптасқан ол? Кішкентай кезімнен. Қандай оқиға есіңізге түсті? Неден қорқып тұрсыз? Ашық сөйлескеннен. Ашық сөйлескенде не болады? Біреу көріп қоя ма, әлде біреу айта ма? Сен неге олай істедің деп? Видимо. Кім айтады? Мне кажется, үйдегілер. Кім бірінші ойыңызға келді? Үйде бауырларым. Аға әпкелеріңіз ба, әлде сізден кішкентай? Үлкендер. Не дейді олар? Көп сөйлеме деп айтады. Көп сөйлеме, сен сөйлеме. Сенің орныңмен сөйле деп айтады. То есть, но сен кішісің. Нешіншісіз? Алтыншы. Әпкелер, ұлдар бар ма, ағаларыңыз бар ма? Қанша қыз, қанша ұл? 3 ұл, 5 қызбыз. 5 қыз. 3 ұл, 5 қыз, 8. Сіз 6-шысыз. Үшеуі де ағаңыз ба? 2. 2 ағаңыз бар, 3 әпкеңіз бар. Сіз 4-шісіз. Сізді кім бақты? Мен естуімше, сестраларым. Мамаңыз ол жерде жұмыс істеді. Кішкентайыңыздан жыласаңыз да ашуланады, үніңді өшір. Сөйлесеңіз де ашуланады, үніңді өшір. Ал сіздің тоқтамай сөйлеп кетуіңіз не туралы? Қобалжыған кезде тоқтамастан сөйлейсіз. Ол не туралы? Өзім туралы сияқты. Өзім туралы сияқты. Қандай ой? Мысалы, бір жағдай болса, сразу өзіммен өзім сөйлесем, мысалы. И кішкентай кезінде де солай. Өзіммен өзім, сол моментте өзіммен өзім сөйлесетін. Айнаға қарап та. Яғни қобалжығанда өзіңізді басудың жолы, өзіңізбен сөйлесу. Тағы қандай жолы бар? Запросыңызды есіме салыңызшы. Көп ақша тапқым келеді, бірақ көп ақшадан қорқамын. Қорқасыз. Рисктен қорқамын. Яғни қазір тапқан табысыңыз сізге жетпей жатыр. Түсінікті. Көп ақша не үшін керек? Еркін өмір сүру үшін, қаржылай тәуелсіз болу үшін. Кімге тәуелдісіз? Қазір ешкімге. Кім сізге ақша береді қазір? Кейде жолдасым береді, а так өзім табамын. Жолдасыңызбен қатынасыңыз жақсы. Үніңді өшір демей ма? Жоқ. Демейді. Жоқ. Тек бауырларыңыз. Иә. Түсінікті. Еркін өмір деген не? Еркін өмір деген жақсы өмір сүру, елден қалып кетпей, бай, әрі қуатты өмір сүру. Қуатты. Күшті болу, мықтырақ болу. Не үшін? Кімнің шабуылына қарсы тұру үшін? Қазір мындай қалыптасқанда, даже аңдарда да, жануарларда бар, что андай слабыйларды жеп кетеді деген сияқты. Вот. И чтобы
өмірде мықты болу үшін солай көбірек ақша тауып өзің еркін өмір сүру. Сіз мықтысыз. Бүгін осы жерге келдіңіз. Рахмет. Көпшіліктің алдына шығып сөйлеп отырсыз. Айтыңызшы, мама. Мені өмірге әкелдіңіз. Бірақ өмірге бейімдемей. Өмірге итеріп жібердіңіз. Кішкентайымда қасымда болмадыңыз. Мен өмірге бейімделе алмай жатырмын. Сол кішкентай кездегі сезімдерім әлі есімде. Мен қатты қорқам. Өйткені сіз мені дүниеге әкеліп, өзіңді қорғау, аяғыңа нық тұру, сырттағы шабуылдарды қуатпен қарсы алу, және сол шабуылдарға жауап беру дегенді маған үйретпедіңіз. Бірден өмірге жібере салдыңыз. Мен аңдардың арасына түскендей болдым. Бәрі маған шабуыл жасады. Үніңді өшір. Аузыңды жап. Қимылдама деді. Мен осы шабуылдан шаршадым. Өмір сүруді қалай үйренерімді, алып өмірге қалай бейімделерімді білмеймін. Қорқам. Өскім келеді. Табыста да өскім келеді. Кәсіпте де өскім келеді. Өзімде өскім келеді. Қалауымда да өскім келеді. Бірақ қорқам. Өйткені үлкен өмірде қалай әрекет ету керегін білмеймін. Сіз мені бейімдемедіңіз. Сол үшін сізге ренжулімін. Қазір не сезіп тұрсыз? Кеудемде бір қатты шығарып тастағым келеді. Мама, менің қорғаным жоқ. Мен қорғанды сезбедім. Өйткені маған шабуыл көп болды. Жай ғана өмірге келгенім үшін әпкелерім көп шабуыл жасады. Сол шабуыл қазір де жалғасып келе жатыр. Қалағанымды жасасам, еркін әрекет етсем, әпкелерім жанымда тұрған сияқты. Мені тұншықтырып тұрған сияқты. Аузымды жауып тұрған сияқты. Сондықтан барлық әрекетте өзімді тоқтатамын. Менің шамам жетпей жатыр, мама. Маған сіздің көмегіңіз керек. Мен сізді іздеп жүрмін. Көп ақша тапқым келеді. Ол маған күш қуат болу керек. Қорған болу керек. Салмақ болу керек деп ойлаймын. Шын мәнінде маған ақша емес. Сіз керексіз, мама. Енді қалайсыз? Кішкене жеңілдеген сияқтымын. Запросыңыз түсінікті болды ма? Неге рисктен қорқасыз? Шын мәнісінде сіз деген нәрсе ақша емес. Тірек, діңгек, өзіңізге қорған. Не сезініп тұрсыз? Діңгек келегеннен деген сияқтымын. Әпкелеріңіз сізді көріп отыр. Тұншықтырып келген не айтқыңыз келеді?
Мен үлкенмін. Айтыңыз, не деп айтасыз? Әпкелерім дейсіз ба? Иә, әпкелерім. 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 Мен сіздерді жақсы көремін. Мен сіздерді жақсы көремін. Сіздер мені бақыттыңыздар. Сіздер мені бақыттыңыздар. Өмірге бейімдедіңіздер. Өмірге бейімдедіңіздер. Сол үшін алғысым шексіз. Сол үшін алғысым шексіз. Бірақ мен сіздердің махаббаттарыңыздан тұншықтым. Бірақ мен сіздердің махаббаттарыңыздан тұншықтым. Өйткені сіздер мен қателеспесін, бір нәрсеге ұрынбасын, бәрі жақсы болсын деп, барынша мені бақылауда ұстайсыздар. Бақылауда ұстайсыздар. Контрольда ұстайсыздар. Оның барлығы сіздердің махаббаттарыңыз. Маған деген мейірімдеріңіз, жанашырлықтарыңыз. Ол кішкентай. Мамам жанында болған жоқ. Бір нәрсеге ұрынып қалмасын деп, мен үшін барынша уайымдағандарыңыз. Сіздер әлі де мені кішкентай көресіздер. Бірақ мен ересекпін. Есейдім. Және ересек екенімді бүгін байқадым. Бүгін мойындадым. Сіздердің махаббаттарыңызды танымай келгенімді де мойындадым. Бүгін мойындадым. Қазір көріп тұрмын. Барлығы үшін алғысым шексіз. Мен анамнан махаббат алмадым деп ойласам, отбасындағы әйелдердің бәрінен алған екем. Сіздердің махаббаттарыңызды қабылдаймын. Және мен сіздерді жақсы көремін. Құрметтеймін. Енді махаббаттарыңызды басқаша жеткізуді сұраймын. Сынмен емес, келекемен, ақылмен, мазақтаумен емес, тіке тура сөзбен айтуды сұраймын. Жақсы көресіз бе оларды? Тіке айтсаңыз болады. Мен сендерді жақсы көремін. Бүгіннен бастап махаббатымды ашық айтамын. Мен сендердің махаббаттарыңды танымағандықтан, ол қауіп деп ойлаппын. Қорғану керек деп ойлаппын. Қорғанатын ештеңе керек емес. Бірақ көп ақша керек. Не үшін? Еркін өмір сүру үшін. Арман мақсаттарым үшін. Қазір не сезіп тұрсыз? Жеңілдім. Запросыңызды түсіндіңіз ба? Қандай екен? Не екен запросыңыздың артында тұрған? Сол маған жетіспегені, жаңа тіреуші, қорғаншы, махаббатты ақшадан сұрау. Махаббат сол көп ақшаға өліп талып, еңбектеніп, көп ресурсыңызды жұмсап жеткенде, махаббат жоқ болып шықса, көңіл қалу сол кезде болатын еді. Бұл көп адамда болатын жағдай. Көп рахмет келгеніңізге. Менің есімім Алтынай, жасым 20-да. Сізде не болып жатыр мына жерде? Түрлі процесс болды. Бәрін өзіме салыстырып қарап отырмын. Мен де сол табысымды арттырғым келеді дегенмен, оның артында сол нәрсеге жеткенмен ары қарай не істейтінімді білмеймін, өмірімде мән жоқ сияқты. Сол мәнді тапқым келеді. Бұл көп айтылды. 4 рет айттық ау деймін. Сізге қалай әсер етті? Жылап жатыр адамдар, шындығын айтып жатыр, мойындап жатыр. Сізде не болды сол кездерде? Қазір не болып жатыр ішкі жан дүниеңізде? Кішкене қобалжу бар. Қай сөз қатты әсер етті? Осы жерде айтылған. Қай момент, қай тұс? Нақты білмеймін. Естіп отқан жоқсыз, иә? Естіп отырмын. Естіп отырсыз.
ешқайсысы әсер еткен жоқ деп айтсаңыз да болады. Барлығы әсер етті, бірақ нақты мынау қаттырақ деп айта алмаймын, әрқайсының өзінің бір ұқсастықтары болған. Қай оқиға сіздікіне ұқсас, кімдікі ұқсас болды? Жақсы, запросыңыз қандай? Ары қарай не істейтінімді білмеймін. Мен де сол табысымды арттырғым келеді, өмірімді жақсартқым келеді деген сияқты, бірақ ол үшін не істейтінімді білмеймін. Қазір немен айналысасыз? Студентпін, оқимын, одан бөлек Гүлдікенде флорист болып жұмыс істеп жүрмін. Қандай мамандық? Қазақ тілі мұғалім. Қазақ тілі мұғалімі. Қайсысы көбірек ұнайды? Флорист болып жұмыс істеген. Қазақ тілінде не үшін оқып жатырсыз? Кім айтты? Негізі мектеп оқып жүрген кезде, өзім оқушы болып жүрген кезде ойладым, сол подростковый кездегі өзімнің бір түсінбейтін жағдайлар болады ғой. Сөйтіп мен мұғалім болып, өзім секілді қиналып жүрген оқушыларға көмектескім келеді деп. Бірақ кейін мамандық таңдап оқуға түскеннен кейін мектепте жұмыс істеу, жалпы балалармен жұмыс істеу маған қиын сияқты, мен қолымнан келмейтін сияқты болып көрінеді. Алтынай, неше ағайындысыз? Біз бесеуміз, мен үйдің кенжесімін. Үйдің кенжесісіз. Бауырларыңыздың бәрі түгел ма? Иә, 2 ағам, 2 әпкем бар. Ана бос тұрған орынға қараңызшы. Кім еске түседі? Жаңа кетіп қалған қатысушы. Қазір сізге жеткенше бір орын босап қалды. Және біз бесеуміз отырмыз осы жерде. Иә. 6-шы біреу бар. Ойыңызға не келіп жатыр? Түсініп тұрған жоқ. Үйдің кенжесісіз, 2 ағаңыз, 2 әпкеңіз бар. Тағы дүниеге келген, бірақ шетінеп кеткен бауырларыңыз бар ма? Жоқ, мен білмеймін. Білмейсіз, иә? Жақсы. Кімге көп ұқсайсың деп айтады үйдегілер? Нағашыларыма дейтін сияқты. Әжеме. Мен неге бұны айтып жатырмын, неге бұндай сұрақ қойып жатырмын, өйткені сіз 2 түрлі мамандық, барлық нәрсе қосарланып жатыр. Өміріңізде солай ма? Таңдау қиын болатын, немесе тез ауысып кететін? Олай емес сияқты. Өйткені бұл жерде 2 Алтынай бар. Бір Алтынай өзіне не керек екенін біліп айтып тұр. Екінші Алтынай мүлде сөйлей алмайды. Білмеймін. Және сіз әдебиетте оқып жүрмін, бірақ маған флорист болған ұнайды дейсіз. Яғни қосарланған нәрсе бар. Сол үшін сұрап жатырмын. Және бір орын бос тұр қызыға. Не болып жатыр сізде? Түк түсініп тұрған жоқ. Денеңізде не болып жатыр? Денемде бір жиырылу, қысылу бар сияқты. Қандай реакция болды? Өміріңізде осылай білмеймін дейтін сәттер көп па? Иә. Қандай моменттерді айтып беріңізші, бірнешеуін? Мысалы, мен биыл оқуды бітірем. Оқу бітіргеннен кейін не істейтінімді білмеймін. Қазір енді алдымда тұрған үлкен сұрақтың біреуі сол сияқты. Тағы. Жақсы. Біз ата-анамыз туралы бәрін білеміз деп ойлаймыз. 100%. Әртүрлі жағдай болады. Бәлкім сіздің алдыңызда сізге дейін дүниеге келмеген бауырыңыз болуы мүмкін. Бұл тек сіздің ата-анаңызда емес, жалпы ата-тек жүйесінде дүниеге келмеген балалар болса, әртүрлі аборт жасату өте қауіпті дейтін сол, немесе түсік болуы мүмкін, немесе кішкентай дүниеге келген бала шетінеп кетуі мүмкін. Және содан кейінгі келген бала 2 орынға қатар жүру керек болады. Өйткені сіз, мен ештеңе білмеймін, мына жердегілерді естіп тұрған жоқпын, түсініп тұрған жоқпын, мен бұл жерде жоқ сияқтымын, білмеймін деуіңіз, өмірді сезінбей жатырмын дегеніңіз. Яғни сіз өзіңіз үшін ғана емес, бауырыңыз үшін де өмір сүріп жүрсіз. Бәлкім. Бұдан кейін бір құпия шығуы мүмкін. Қазір не болып жатыр сізде? Қазір бір қызық сезім.
басқа жаңағы қатысушылармен сөйлеп жатқан кезде ойланып отырдым, менде қандай бір құпия бар екен деген сияқты, бірақ білмеймін, бір бұндай нәрсе естисем деп күткен жоқ, бір қызық, түсініксіз сезім. Естіген кезде не болды? Мурашки болды ма денеңізде? Иә, мурашки, түсінбеу, таң қалу. Онда қайталаңыз. Мен осы уақытқа дейін барлық құпияны білем деп ойладым. Әке шешемнің өмірін білем деп ойладым. Бауырларымның өмірін білем деп ойладым. Бауырларымның өмірін білем деп Тіпті ойладым. әке шешемнің төсегінде білем деп ойладым. Оларда не болғанын білмеймін. Қандай жағдай болғанын білмеймін. Бауырым болды ма, болмады ма білмеймін. Бірақ ата тегімде туылмай қалған, өмір сүру керек болып сүре алмай қалған балалар бар. Ондай балалардың болғанын мойындаймын. Орын беремін. Мен білмейтін құпия күйінде қалған бауырларым көп. Неге күлдіңіз? Сондай туыстарымның есіме түсіп кетті. Мен қазір қуанып отырмын. Айтыңыз. Мен қазір қуанып отырмын. Осынша уақыт бойы басқа бауырларым үшін де өмір сүріп келген едім. Енді олардың өмірін өзіне табыстадым. Мен өз өмірімді сүретін болдым. Енді маған екі түрлі бірнеше түрлі мамандықта, іс-әрекетте, ойда, таңдауда болудың қажеті жоқ. Мен өз өмірімді сүремін. Ал дүниеге келмеген, туылмаған бауырларыма тағдырын, орнын өздеріне беремін. Не сезіп тұрсыз? Қызық, бір жеңілдік бар сияқты. Күлкіңіз не туралы? Мен қазір қуанып тұрмын. Іздегенімді таптым. Ары қарай не болатынын білесіз ба? Иә. Не болады? Универ бітіресіз, сосын? Өзімнің айналысым келген кез келген нәрсемен айналыса берем, еркін. Флорист боласыз ба? Білмеймін, бірақ өзім байқап көрім келген нәрселерді еркін қарап көрем. Мен мысалы кішкентай кезімде киім дизайнері болуды армандадым. Сол қолөнердің түрімен айналысатын, тоқыма, білмеймін, куклаларыма киім тігіп деген сияқты. Бірақ уақыт өте келе ол нәрседен қызығушылық алыстай бастады. Бірақ фэшн индустрия, жалпы сол сала қызық өзіме. Және мен модель болып көргім келеді. Бірақ әр саланың қиындықтары болады ғой, және ол саланың қиындықтарын естіп көргеннен кейін бір қорқып, сол нәрсеге барғым келмейтін. Мен енді сол нәрсені байқап көрем деп ойлаймын. Байқадыңыздар ма, Алтынай вообще өзгеріп кетті бірден? Ертең видеодан көресіз. Екі түрлі Алтынай отырғаны. Және құттықтаймын. Өз өміріңізге оралыңыз. Рахмет. Запросыңыз қандай еді? Өміріне мен тапқым келеді. Таптыңыз ба? Тапқан сияқтымын. Не екен? Өмірімнің мәні өзімнің қалағанымша әрекеттер жасау, еркін. Өз өміріңіз. Ешкімнің өмірін сүруге, ешкім үшін сүріп беруге міндетті емес. Иә. Қарсы емессіз. Құттықтаймын. Рахмет. Қызық, иә, өмірден көп ақша іздейміз, саяхат іздейміз, атақ, даңқ, клиенттер, жарқ-жұрқ еткен өмір, бірақ ол фантикке оралған өзіміздің басқа запростарымыз екен. Оның артында махаббат, өмір, өз өмірімізге рұқсат. Ең бастысы өз өміріміз екен. Бүгін дәл осы түсірілімге келгендеріңізге көп рахмет. Бұл мен үшін де жаңа қадам болып тұр. Дәл осылай жабық өтетін, көбіне түсіре бермейтін едік. Сіздер өз өміріңізді, өз бойыңызда болып жатқан процестерді, өз мәселеңізді көтеріп, осы жерге алып келіп бөлісіп жатырсыздар. Бұл мен үшін құнды, және көріп отырған әрбір көрермен үшін құнды.
Өйткені сіздерге қойылған сұрақтан және сіздер берген жауаптан әр жан өзіне керегін түйіп алды деп ойлаймын, және өзінің өмірін көрді деп ойлаймын. Бұл сіздің де, менің де халқымызға жасаған қызметіміз болсын. Ал енді қазір күліп отырсыздар, басында қорыққан едіңіздер. Сіздердің дәл осы жерден не алып бара жатқандарыңызды білгім келеді. Ауыр сезімді алып келіп, жеңіл деп қайтып бара жатқан сияқтымын. Және әр кезде өзінің орнын білу керек деген. Әр адам өзінің өмірін өзі сүріп, ешкімге тәуелді болмай, және тұман сейілген сияқты ма? Алдыңыздағы жол көрінген сияқты. Көлеңкеден жарыққа қарай шығып жатқан сияқты. Туннельдің соңында бір жарық көрінеді ғой өзі. Туннельдің асты қап-қараңғы, көлеңке. Алдыңнан жарық көрінген кезде жолың қайда екенін түсінесің. Бағана басында келгенде сіз кішкене бір будто мен ойымды оқитын сияқты, либо какой-то бір учитель болады ғой, жаңа сіздердің мамамда айтыңыз, әпкелерімді сол сияқты, сол будто қорқыныш тұрған сияқты болған. Әпкелеріңізге ұқсап тұрдым. Аузыңды жап дейтін сияқты ғой. Чем-то как будто напоминали. И қазір наоборот жеңілдеп қайтып бара жатқан сияқты. Мен сөйтіп өзгеріп тұрамын. Рахмет сізге келгеніңізге. Кім сөйлегісі келеді екен ары қарай? Қорытындылаймыз, бұл жаңағыдай разбор емес, уже аяқтаймыз. Менде ойымда бәрі өшіп қалған сияқты болып тұр. Білмеймін, не ойлап тұрмын. Ешқандай ой жоқ, ешқандай бір түйін де жоқ сияқты болып тұр. Жай ғана демалғыңыз келіп тұр. Как будто пустота. Неге екенін білесіз ба? Жоқ. Мен білемін. Айтып бөлісейін ба? Өйткені сіз анда қашып, мында қашып, выживание үшін қалайда жүгіре беріп шаршадыңыз. Және шаршағаныңызда бүгін түсіндіңіз деп ойлаймын. Үйге барып жақсылап демалыңыз, ванна қабылдаңыз, ұйықтаңыз, дәмді шай ішіңіз, тәттімен демалыс керек. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Мен қалай жеткізсем болады? Өзім проблеманы өзім тілеп алған сияқты, тілеп алған екен осы уақытқа дейін. Тілеп алу емес, менің ойыншығым проблема. Менің таңдауым проблема болып тұр ғой, ойыншық. Мен проблеманың ішінде жүргенде ләззат аламын, рахаттанамын. Мен осы уақытқа дейін мен проблемам махаббат, сезім деп ойламаппын. Жоқ. Қалай айтсам болады? Махаббат танымайды екенсіз. Махаббатты танымайды екен. Махаббат танымайды екен. Махаббатты, сезімді танымайды екен. Және де біреуге де бере алмайды екен. Сатып аламын деп ойладыңыз ба? Біреуден қабылдай да алмайды екен. Өзіңіз жақсы көрмейсіз, өзіңізді жақсы көруге де рұқсат етпейсіз. Только ақшамен санасамыз. Сен маған, мен саған. Оны не деп атайды? Инфобизнесте потребительское отношение, тұтынушылық қатынас дейміз. Сен маған, мен саған. Мен жеткізе алмай тұрмын, негізінде түсінгенім көп. Сезімдеріңіз одан да көп. Жеткізе алмай жатырмын, біз сезімді жеткізе алмаймыз. Ойды жеткізе аламыз. Мен сізге сенемін. Келгеніңізге рахмет. Бұдан кейін не істейсіз? Ақша көбейеді, сосын? Ақша көбейеді, одан кейін жалғастырамын дальше. Тағы көбейеді. Әлде минусқа кетесіз ба? Жоқ. Күтем онда сіздің ақша көбейді, одан кейін тағы көбейді дегеніңізді. Және Мейрамбектің бұйырса Forbes журналына шығуына тілектеспін, өйткені ақшаны табу, оңай табу сіздің қолыңыздан келеді. Өміріңізде махаббат көп. Ендігі мәселе сол махаббатты байлыққа, ақшаға айналдыру сіздің өнер. Сәттілік. Рахмет. Мен бейсаналы түрде бір өзіме қатысы жоқ, бір жауапкершілік тартып алған сияқты болып келген сияқтымын.
маған ата анамнан немесе бір ұстаздарымнан сен осы жолмен жүруің керек дегендей бір талап, бір міндет болған емес. Мен кішкентай кезімнен еркін өсірген, бірақ мен өз өзіме өз өмірімді сүруге, өз қалауымды жасауға бір рұқсат бермей келіппін. Неге екенін түсінбеймін. Бұдан кейін мен өз өмірімді сүретін боламын, өзімді таңдайтын боламын. Нені әкетіп бара жатсыз? Өзімді, басқа не айтамын? Және өз өміріңізді. Иә. Құттықтаймын. Рахмет. Келгеніңізге рахмет. Сізге рахмет. Иә, біз бақытты болғымыз келеді. Өмірімізде махаббаттың, мейірімнің көп болғанын қалаймыз, ақшаның көп болғанын қалаймыз. Оның барлығы біздің жарыққа ұмтылғанымыз. Біз көлеңкеде отырып, жарықты аңсайтынымыз сияқты. Және дәл осы талдауда көлеңкенің қандай болатыны және біз іздеген жарықтың қандай болатыны айқын көрінді деп ойлаймын. Егер дәл осы талдау, дәл осы ханымдардың, мырзалардың айтқан мәселесі, берген жауаптары, қойылған сұрақтар ұнаса, түйген ойыңыз болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыз, лайк басыңыз, бөлісіңіз. Маған, мен бастап жатқан жаңа айдарға және осы жерге өзінің мәселесін көтеріп келетін әрбір адамға қолдау өте қажет, сіздерден сұраймын. Сондықтан белсенділіктеріңізді күтемін. Және дәл осы жерде, дәл осындай бөлмеде сіз де отыра аласыз. Түсірілімге қатысуға болады. Кез келген адамға есігіміз ашық. Келесі талдауларда кездескенше құшақтадым. Құшақтасайық.